Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздерде? Менің көңіл күйім оң. Керемет, тамаша. 20 қазан Джо Диспензадан Оязақ. Мықты, жағымды эмоциялар физикалық денеде жақсы өзгерістерге алып барады. Денсаулықты нығайтады, көңіл күйді көтереді, денені күштеп, миды жандандырады. Яғни жан мен тәнде де өзгерістер жүреді. Жан мен тән деген біздің денеміз, жан деген біздің миымыз. Екі жерде де өте керемет бізді құрап тұрған, осы бізді басқарып тұрған осы екі жерде де жұмыс жүреді екен. Сондықтан да таңда ерте тұрып, 5-те білім алып, каушеке биін билеп, медитация жасап, ол үшін кешке бастау керек. Кешке жұмыстан келдіңіз, тамақты тойып жеп алдыңыз. Ол үшін жұмыстан шайға тойып келу керек. Тамаққа шайды араластырып ішпеу керек. Тамаққа тойып алдыңыз, шарбаққа шықтыңыз. Мен өзім шарбаққа шығамын. Құдайға шүкір, шарбағым кең. Қойларды қараймын. Қойларға әрине жем су салмаймын, бірақ та жай ғана қараймын. Бір құлап жатқан нәрселер болса көтеріп қоямын, жинастырып қоямын. Үйге келемін. Үйге келіп, тамағым қорытылғаннан кейін жүріп, жүгіріп, үйге келгеннен кейін балапандарыммен бірге болып, балапандарымды ойнатып, қызықтап, сосын жатуға дайындаламын. 10 болсын, 11 болсын, жатып ұйықтап қаламын. Таңғы 5-те тұрып, 7-ге дейін үйде болып, медитация, білім алып, каушеке биін билеп жүрмін. Қазір тұрақты түрде таңертең кешке өте керемет терлейістер билегеннен кейін душ қабылдау керек болады. Сосын далаға шығасыздар. Мынандай керемет табиғатта қырыңыздар. Біздің Ақтаудың табиғаты қандай керемет, е? Теңізіміз қасымызда. Түнімен жаңбыр жауған, ауа керемет таза, әдемі болып тұр. Табиғатпен бірге болып, тыныс алу техникасын жасап, жүгіріп, жүріп, теңізге суға түсіп, осылай табиғатпен бірге болған кезде ауырмайтын жан болып, жарқырап жайнап жүретін, тесіктеріңіз ашылған, барлық адамдарды, барлық нәрселерді